Сәлем жақсыларым, қалайсыздар? 5-ақ минутта дайын болатын панкейк дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға бір жұмыртқаны салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Және оған 3 ас қасық шекерімізді саламыз. Шай қасықпен жарты шай қасық тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Жарты пиалай, шай ішетін пиалаймен жарты пиалай сұйық май, 3 ас қасық сұйық май құямыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Таңертең балапандарыңызға пісіріп берсеңіздер, обедке дейін тоқ жүреді. Енді сорпа кесемен 1 кесе сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырамыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыз. Енді